Достар, бүгін сіздермен малинаны еш қайнатпай варенье жасау әдісімен бөлісетін боламын. Менде 2 кг малина, осыны таза ысқа саламыз. Малинаны негізі жумайды, бірақ бір тазартып алған дұрыс. Одан кейін үстіне құмшекер сеуіп, бірге бір құмшекер салдым. Яғни 2 кг малинаға 2 кг құмшекер жақсылап араластырамыз. Жақсы араласқан соң малинаның соғы шығады. Одан кейін оны 1-2 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Одан кейін алып, осылай блендермен жақсылап езіп алдым. Біркелкі әдемі массаға айналады. Одан кейін керекті ыдысымызға немесе бакалашка контейнерге құйып, мұздатқышқа 1 жылға сақтауға болады. Кез келген уақытта алып, шаймен ішсеңіздер, қыстың күні не болмаса коктейль, йогурт жасап берсеңіздер болады балаларыңызға. Өте дәмді болады. Осы әдісті қолданып жүргеніме 3-4 жылдан асты. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз. Келесі видеода құлпынайдан варенье жасайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет.